Сәлеметсіздер ме, құрметті 5 сынып білім алушылары. Бұл видеода біз сіздермен математика пәнінен 4-тоқсандағы ең алғашқы бөліміміз пайыз деп аталатын бөлім бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларын қарастыратын боламыз. Бұл жерде біз екінші нұсқаның есептерін толық шығарылуымен шолу жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін мұқият қараңыздар. Ал бастайық. Бірінші есеп: кестені толтырыңыз дейді. Қараңыз, кестеде кей жерлерінде пайыз бар, кей жерлерінде ондық бөлшектері бар, ал кей жерлерінде жай бөлшек түрінде жазылған. Әр жолдағы бос ұяшықтарды біз толтырып шығуымыз керек. Бірінші жолға қараңыз, ондық бөлшек түрінде тұр екен, оны пайыз түрінде, жай бөлшек түрінде жазуымыз керек. Енді ондық бөлшекті пайызға айналдыру өте оңай. 100-ге, яғни 100%-ға көбейте саламыз. Үтір 2 қадам артқа жылжыса, 1 қадам 4, 2 қадам 48. Яғни бұл бізде 48% деген санымыз екен. Оны ондық бөлшек түрінде қалай жазамыз? Сол пайызымызды 100-ге бөліп жібере салсақ жеткілікті. Енді бұл жерде қысқаратын бөлшек болғандықтан міндетті түрде қысқартып қоямыз. 4-ге қысқартсақ 100-ді 4-ге бөлеміз 25, 48-ді 4-ге бөлеміз 12. Яғни 25-тен 12 деген бөлшек екен. Келесі 52% дейді. Оны ондық бөлшек түрінде жазу өте оңай. 52-ні біз пайызға айналдырғанымызды жай бөлшек түрінде жазуымыз 100-ге бөлуіміз керек. Ол ондық бөлшек түрінде қалай оқылады? Оқып көрейікші: 0,100-ден 52. Жазып алайық оны. Ары қарай жай бөлшек түрінде де жазуымыз керек екен. Демек, осы 52-нің 100-ге бөлінгенін біз қысқартып жазып қойсақ жеткілікті. Екеуі де бөлінеді нешеге? 4-ге, иә. Демек, 100-ді 4-ге бөлеміз 25, 52-ні 4-ге бөлеміз 13. Демек, 25-тен 13 деген бөлшек екен. Келесі соңғысы жай бөлшек түрінде беріліп тұр. 20-дан 17 болып. Оны пайызға айналдырайық бірінші алдымен. 100%-ға көбейте саламыз. Енді бұл жерде басқа түспен белгілейін. 100 және 20 деген сандар бір-бірімен қысқарып, 20-ның орнында 1, 100-дің орнында 5 қалады. Осы 5 біздің 17 санымен көбейтілетін болса, мәні нешеге тең болады? 85-ге. Демек, бұл 85% деген. Оны ондық бөлшек түрінде жазу өте оңай. Осы 85-ті 100-ге бөліңіз және оны ондық бөлшек түрінде оқып жаза қойсаңыз жеткілікті. 0,100-ден 85. Бірінші есебіміз аяқталды. Кестені толықтай толтырып біттік. Екінші есеп: табыңыз дейді. А-сы және Б-сы 2 тапсырмадан тұрады екен. Екеуінде де тақырыбы санның пайызын табу. Ол үшін не істейміз? Бірінші кезекте берілген пайызды жай бөлшек түрінде жазамыз, яғни 100-ге бөлеміз деген сөз. Ол бізде 4-тен 1 деген жай бөлшек екен. Санымызды жай бөлшекке көбейтейік, шығады. Бұл жерде де 56 және 4 деген сандар өзара қысқаратын сандар. 56 4-ке бөлінеді, 1 қалады 4-тің орнында, ал 56-ның орнында 14 қалады. 14-ті 1-ге көбейтіп жіберсем, әрине 14-ке тең. Бұл А-сы еді. Енді Б. Дәл осындай қадамдар жасаймыз. 120% дегенімізді жай бөлшек түрінде жазатын болсақ, қысқарып бұлар. Екеуі де алдымен 10-ға қысқартсаңыз, 10-нан 12 шығады. Онан ары қарай 2-ге қысқартатын болсаңыз, 5-тен 6 болады, е? Енді 60-ты көбейтеміз. 5-тен 6-ға тең болады. 60 және 5 қысқарады. Қалады 5-тің орнында 1, 6-ның орнында 12. Ал 12-ні сіз 6-ға көбейтсеңіз, шығады мәні 72 болып. Екінші есебімізде толықтай аяқталды. Енді үшінші есепке назар аударыңыздар. 40% 8-ге тең санды табыңыз дейді. Демек, екінші есептің тақырыбына қарама-қарсы тақырып, е? Пайызы бойынша санды табу. Оның да бірінші қадамы берілген пайызды жай бөлшекке айналдыру. Ол үшін әрине 100-ге бөлеміз.
болады. Алдымен 10-ға қысқартсаңыз 0-дер қысқарады, ары қарай 2-ге қысқартсаңыз 5-тен 2 деген жай бөлшек болады. Санымызды енді бұл жерде біздің шыққан бөлшекке бөлеміз. Осы нәрсесі ғана айырмашылығы. Мұқият үйреніп алыңыздар. Енді бірінші санға өзгеріс енгізбей жазып қояйық. Таңба көбейту, соның құрметіне екінші бөлшегіміз алым бөлімі ауысып жазылады. Бұл жерде де енді 8 бен 2 сандары қысқарады. 2-нің орнында 1 қалады, 8-дің орнында 4. Ол 4 алымындағы 5 пен көбейтілсе, нәтиже 20-ға тең екен. Яғни 40% 8-ге тең сан, ол 20 екен. Үшінші есебіміз де аяқталды. Келесі төртінші есебімізді қараңыздар. Бұл жерде пайыз тақырыбына қатысты мәтінді есеп екен. Алдымен берілген мұқият оқып алайық. Мектеп кітапханасында 800 кітап бар. Жалпы 800 кітап бар екен. Оның 30% бастауыш сыныптың оқулықтары, 20% көркем шығармалар, ал қалған кітаптар жоғары сынып оқулықтары. Кітапханада қанша жоғары сынып оқулықтары бар дейді. Енді бұл жерде алдымен қысқа шартын жазып алайық, өзімізге түсінікті болу үшін. Жалпы 800 кітап бар, 30% бастауыштікі, бастауыш сыныптың оқулықтары, 20% көркем шығармалардікі, ал қалғаны жоғары сыныптікі. Жоғары сынып. Және біз сол қанша кітап екендігін анықтауымыз керек. Енді шығарып бастайық, түсініп алған болсаңыздар. Алдымен біз бастауыш сыныптың оқулықтары қанша екенін анықтауымыз керек. Ол үшін берілген пайызымызды бөлшекке айналдырамыз. Қысқаратын болса, 10-нан 3 болады. Бұл бөлшекті біз берілген санға көбейтеміз. 800 бен 10 қысқарады. 10-ның орнында 1, 800-дің орнында 80 қалады. Ол 80 3 пен көбейтіліп 240 деген сан шығады екен. Бұл бізде бастауыш сыныптың оқулықтар саны. Ары қарай енді 20%-ды бөлшекке айналдырып қысқартайық. 5-тен 1. 800 кітаптың ішінде нешеуі көркем шығармалар кітаптары екенін анықтаймыз. Дәл жаңа 30%-ын қалай есептедік? Солай бұл жерде де қысқарады. 5-тің орнында 1 қалды. 800-дің орнында қанша қалады? 160, Ол 161 мен көбейтілсе, 160-тың өзі шыға келеді. Енді қалғанын қалай анықтаймыз? Әрине біз жалпы кітап санынан 240 бастауыштікі, 160 көркем шығармалар сандарын қосып азайтамыз. Сонымен 800-ден азайтатын болсақ, жақшаның ішінен қанша шығады бізде? Есептеңіздер, бұл жерде 400 шығады. Енді 800-ден 400-ді азайту өте қарапайым, 400 екен. Сонымен жауап бізде жоғары сыныптың оқулықтары кітапханада жалпы 400 кітап екен. Осымен құрметті білім алушылар, екінші нұсқаны да толықтай барлық есептерін шығарылуымен қарастырып шықтық. Түсінбеген сұрақтарыңыз бар болса, комментарийге жазыңыздар. Видео ұнаған болса, барлық есептер түсініп алған болсаңыздар, міндетті түрде каналға тіркеліп, осы видеоға лайк басамыз және достарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Олар да дайындықтарын шыңдап алсын.